Сәлеметсіздер ме, 9-шы сынып оқушылары? Бүгін біз 22-ші нұсқаның А бөлімін талдайтын боламыз. Бірінші есеп теңіз, дәреже берілген. Дәрежелерді негіздері бірдей дәреже түрінде жазамыз. 9-дің 5 дәрежесі, 9-дің өзі ол 3-дің квадратын береді. 3-дің квадратының 5 дәрежесі, көбейтемін. 4 дегеніміз ол 2-ның квадраты, 2-ның квадратының 5 дәрежесі. 6-ның өзін 3 көбейту 2-ның 10 дәрежесі деп жазамыз. 3-дің квадратының 5 дәрежесі, дәрежені дәрежеге шығару, дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. 3-дің 10 дәрежесі, дәл солай 2-ның 10 дәрежесі. 3-дің 10 дәрежесі көбейту 2-ның 10 дәрежесі. Көбейткіштердің әрқайсысын осы дәрежеге шығарамыз. Байқап отырсаңыздар, 3-дің 10 дәрежесі, 3-дің 10 дәрежесі, 2-ның 10 дәрежесі, 2-ның 10 дәрежесі, демек нәтижесінде бір шығады. Екінші есеп, студент 40 билеттің 35-іне дайындалды. Дайындалмаған билетті суырып алуының ықтималдығын табуымыз керек. Яғни студент 40 билеттің тек 35-ін оқыған болса, ол 5 билетке дайындалған жоқ. Сол 5 билеттің ішінен бір билеттің түсуінің ықтималдығын табуымыз керек. Барлық билет саны 40. Ал студенттің соның ішінде алу ықтималдығы ол 5. Яғни дайындалмаған билет саны 5. Олай болса, классикалық ықтималдықтың анықтамасы бойынша 40-тан 5 немесе 8-ден 1. Үшінші есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші жақшаларды ашып аламыз. 2х-тің квадраты азайту х қосу 4. Минус 3х квадрат, минус пен минус плюс 2х тең болады. Ұқсастары 2х квадрат минус 3х квадрат, ол бізде минус х квадрат. Минус х плюс 2х болады плюс х және қосу 4. Өрнекті ықшамдадық. Төртінші есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Өрнектің алымын түрлендіремін. Y ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде y квадрат азайту 16 қалады. Бөлімін жазып қоямын. Тең болады. Y квадрат минус 16-ны екі жақшаға жүктеймін. Y азайту 4, y қосу 4. Бөлімін жазамын. Қысқаратындарды қысқартамыз. Бізде қалады y көбейту, y азайту 4. Бесінші есеп, 2х минус х квадрат қосу 3-тен 0 теңдеуінің дискриминантын табыңыз. Ол үшін бірінші реттеп жаза аламыз. Минус х квадрат қосу 2х қосу 3-тен 0. Дискриминант тең болады. Естеріңізге түсіру үшін формуласын жазып кетейін. b квадрат минус 4 көбейту a көбейту с. b дегеніміз бізде 2-ге тең, 2-ның квадраты 4, азайту 4 көбейту a минус 1-ге тең, көбейтемін с 3-ге тең. Тең болады 4 минус пен минус плюсті береді. 4 үшін 12 тең болады 16-ға. Дискриминантын табуды ғана сұрап тұр, сондықтан сұраққа ғана жауап береміз. Дискриминанты 16-ға тең. Келесі 6-шы есеп, функцияның анықталу облысын табуымыз керек. Сіздерге бөлшек рационал функция берілетін болса, тек қана бөліммен ғана жұмыстанамыз. Себебі бұл жерде анықталу облысы алымы барлығын қабылдайды. Сондықтан анықталу облысын тапқан кезде бөлімі 0-ге айналып кетпеу керек. X азайту 5 тең болмау керек 0-ге, демек X тең емес 5-ге. Олай болса, бұл функцияның анықталу облысы 5-тен өзге сандардың барлығы. Минус шексіздіктен 5-ке дейін және 5-тен плюс шексіздікке дейін. 7-ші есеп, теңсіздікті шешіңіз. Бөлшектің алымын 0-ге теңестіріп аламын. X-тен минус 10. Бөлімі 0-ге тең болмау керек. X тең емес 3-ке. Бізде қатаң емес теңсіздік. Минус 10-ды бояймын. 3-ті ашық қалдырамын, себебі бөлімінде тұрғандықтан интервалдар әдісі арқылы аралықтарға бөлемін. Минус 10 мен 3-тің арасынан 0 аламын. X-тің орнынан 0 қоямын. 0,
10-ның таңбасы плюс, минус 3-тің таңбасы минус, оң санды теріс санға бөлем, минус, плюс. Бізге керегі оң аралық теңсіздіктің шешімі, минус шексіздіктен минус 10-ға дейін, минус 10-ды қоса алғанда 3-тен плюс шексіздікке дейін. 8-ші есеп, өрнек берілген, өрнекті негізі b болатын дәреже түрінде жазыңыз дейді. Бұның минус 7 дәрежесі, бөлімінде бұның минус 4 дәрежесі, көбейту бұның минус 2 дәрежесі. Егер бөлшектің алымы мен бөлімін ауыстыратын болса, менде бұның 4 дәрежесі көбейту бұның квадраты, бұның 7 дәрежесі шығады. Бұның 4 дәрежесін бұның квадратына көбейтсем, бұның 6 дәрежесі, бөлімінде бұның 7 дәрежесі. Бұл дегеніміз 1 бөлінген b немесе бұның минус 1 дәрежесі. Яғни 1 бөлінген b түрінде қалдыруыңызға болады, болмаса бұның минус 1 дәрежесінде түрінде жазуыңызға болады. 9-ші есеп, өрнекті ықшамдаңыз. 5 көбейту түбірасты 27, бөлімінде 12 бар. 5 түбірасты 27-ні 9 көбейту 3 деп жазамын. 5 көбейту 9-дан квадратты бірден 3 шығады, түбірастында 3, бөлімінде 12. 3 пен 12-ні қысқартамын. 5 түбірасты 3, бөлінген 4 шығады. Және 10-ші есеп, y-тен минус x квадрат қосу 6x теңдеуімен берілген парабола төбесінің координаталары. Y-тен болады минус x квадрат қосу 6x. Параболаның төбесін табу формуласы минус b бөлінген 2a, яғни абсциссасын табу. Абсциссасын тауып алсақ, координатасын оңай таба аламыз. x 0 тең болады, b менде 6-ға тең, минус 6 бөлімде көбейту a минус 1-ге тең. Тең болады, минус 6-ны минус 2-ге бөлемін, 3. x 0-ім 3-ге тең болса, y 0-ді табу үшін, мұндағы x-тардың орнына 3-ті қоямын. Минус 3-тің квадраты қосу 6 көбейту 3 тең болады. 3-тің квадраты 9 қосу 18 тең 9. Сонда параболаның төбесінің координаталары 3-те 9.